Неге көп адамдардың бизнесі құлайды? Өйткені адамның өмірінде үш реальность бар. Субъективный реальность ол сенің өзіңнің ойың. Осы субъективта 80% адамдар жүреді. Мен ойладым, бардым да бизнес аштым. Қытайдан аяқ киім алып келдім. Не болмаса там техника алып келдім. Не болмаса нәски алып келдім. Тағы да бір көйлек алып келдім, киім алып келдім. Алдымда өзімнің ойымның алдында бизнес аша салдым. Так, ал содан кейін екінші да объектив. Объективный реальностьта ол олай болмай шығады да. Оказывается, менің айтқан алып келген затым, ол уже оказывается 1045 бар екен, давным-давно сатып жатыр екен. А мен ойлап жатырмын, мен бірінші әкелдім деп. Түсініп отырсыздар ма, субъектив деген не да? Субъектив тек қана сенің өзіңнің ғана ойың. Объектив ол қалай болу керек. Ал субъектив деген сен тек қана естідің, біреуден естідің, бардың алып келдің. Саттың, сатылмады. Анандай бар ғой, айтылған, все побежали, я побежал дейді ғой. Сондай ғой әңгіме. Объектив деген қалай болу керек на самом деле ол. И үшінші бізде сверхобъектив, жоғарғы объективтік шынайылық деген ол бүткіл юридический документ. Как раз таки қазіргі таңда бизнесмендер именно осыны білмейді да. Не керек екенін білмейді. Мен енді айта алмаймын бәрі деп ше. Ну, где-то 90% действительно банкротствоға ұшырайды. Не үшін? 95% даже. Өйткені олардың өздерінің субъективтік ойынан ашады, ақшаны салады, кредит алады, и какой-то момент ол бизнес тоқтайды. Осы уақытқа дейін 19 поток коучинг жүргізіп тастадым. Сонда маған 300 адамдай келіп кетті да, именно менмін, мықтымын деген бизнесмендер. Сондағы олардың проблемасы неге бизнес жабылады? Өйткені олардың сверхобъектив, то есть жоғарғы шынайылықта ашылған ИП-ларының регистрациясы дұрыс емес. Ол бірінші. Екінші, бизнестің аты дұрыс емес. Сверхобъективға сенің атың жатады, сенің удостоверениең жатады, сенің ИП-ң жатады, сенің ТО-ң жатады, бизнестің ашылған күні жатады. Но біз субъективтан аша саламыз. Мен де вообще бір ғой ойладым да, осы миллиондаған доллар жасайтын адамдар бұны біледі екен деп, оказывается білмейді екен. Көбісі білмейді екен да. 4 компаниясы бар, 8 компаниясы бар, 10 компаниясы бар адамдар келген маған. Сонда менің таңғалғаным, настолько олар неге жетті жетістікке, неге все-таки тапты, миллиондап ақша тапты, өйткені тоқтамай жасады да. Бірақ мынандай минус, ол все-таки организмға бізге стресс болады ғой. Мына 10 компанияның егерде 5-еуі нормально істеп жатса, чисто случайно повезло, олардың жаңағы сверхобъектив ИП ашылған датасы норм болды да, ал қалған 5-еуі дұрыс емес. Сонда мына 5 компаниядан алады, и ана 5 компанияға салады да. Сонда адамдар өз-өзін алдайды ғой. И содан кейін менің таңғалғаным тағы да мынандай. Оказывается, көп бизнесмендерде финансовый подушка жоқ екен. Сонда екінші қателігі бүткіл тапқан ақшаның бәрін қайтадан жаңа товарға салады. Қайтадан ана бизнесқа салады. И вот мына жақта просто менің енді өзімнің лично өзім субъективтік ойым, қаншама халықпен мен жұмыс жасап жатырмын, осы 4 жыл болды. Кім только маған келмей жатыр. Даже Москвадан, Южный Кореядан, Дубайдан, Турциядан жазылған адамдар болды. Өйткені біздің қазақтар любой жақта жүре береді. Наверное, Африкада жүретін шығар біздің қазақтар, Америкада бүткіл жерде жүреді ғой енді. И вот сол моментта оказывается, даже сол жаққа барып, ойлайсың, вроде бы Европа, ол жақта прям олар дамып сөйтіп кетті деп. Жоқ. Именно осы біздің сүтсай ғылымының беретін инструментін всего лишь 5% адамдар біледі екен, өкінішке орай. Сондықтан да бизнесмендерға білу өте маңызды. Бұл енді құрал нені береді да? Егерде мен оны білетін болсам, қай күні маған ашу керек екен? Онда мен басымды қатырмаймын. И энергиямды шашпаймын да. Именно сол күні, сол сағатта, сол айда, сол жылы мен ашам. А болады сондай жылдар, мысалы 4-ші, 7-ші, 9-ші жылда бизнес ашуға болмайды. Но оны субъективный реальность адамдар білмейді. Неге білмейді? Өйткені оны өзінің кім екенін білмейді, өзінің миссиясының кім екенін білмейді, вообще жеке жылының не екенін білмейді. Адамдарға айтсаң, ауыздарын ашып, сөйтіп отырады да. Енді Аллаға шүкір, біздің Қазақстан дамып келе жатыр. Қаншама адамдармен жұмыс жасадым, қаншама бизнесмендерді көтердім. Не только менің таңғалатыным мынандай 2x, 5x емес қой. 10x, 20x свободно атады ғой. Неге? Өйткені құрал жетіспейді екен. Оказывается, қазақтарға бізге құрал жетіспейді екен да. И когда сол құралды алған кезде 10 жылғы бизнесменнің жасаған жұмысын
бір-ақ жылдың ішінде 10 айдың ішінде бизнесті көтеруге болады екен да. Вот видите, поэтому просто менің енді кеңесім, бостан босқа бизнесті ашып тастамаңыздар, өздеріңіздің субъективтарыңыздан. Міндетті түрде сіздерге осы инструментпен қолданып, прям бар ғой, мынандай нужное время, нужный час дейді ғой. Лучше бар ғой, сен қазір өзіңді сақтандырып қалды, нежели сен 10 жыл уақытың кетеді, 20 жыл уақытың кетеді. Сонан кейін ол бизнестан сенде құлдырай бастайды да. Енді өте көп қой ондай адамдар жалығып жатқан қазір. Не үшін? Мен жаңа айттым ғой, құрал өткен жоқ та. И когда біз осознанно, саналы түрде бизнес деген кезде, бітті, ол бизнес ешқашан жабылмайды. И стратегияны 9 жылға алуға болады да. 9 жылға алдын ала стратегия жасап тастап, и бизнесті солай мықтылап дөңгелетуге болады да. Егер де сіздің бизнесіңіз болса, егер де сіз осы видеоны қарап, сіз осындай қателік жіберген болсаңыз, міндетті түрде комментарийға жазып, өзіңіздің көтеріле алмай жүрген, осындай қателік жасап жүрген бизнесмен достарыңызмен міндетті түрде бөлісіп, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан басқа да мықты, мощный фишкалармен мен осы каналда бөлісетін боламын.